ертегі айтуға келдім. Ертегі тыңдайсыңдар ма бөлгішіндерім? Ал онда мен сендерге күн астындағы күнекей құс туралы ертегі айтып берейін балапандар. Ерте заманда бір айдай сұлу, қас десе қасы, күндей сұлу, әдемі сұлу қыз болыпты. Оны елдеп күндей сұлу болғандықтан атын күнекей қыз деп қойыпты балапандарым. Күнекей қыз өте мейірімді, ақ көңіл қыз болған екен. Бір күні оның әдемілігін, сұлулығын көре алмаған Мыстан кемпір күнекей қызды алдап орманға алып барады. Орманға алып барып, сен осы жерде қаласың, мен сенің сұлулығыңды көре алмаймын деп, бұл орман ішінде күнекей қыз адастырып тастап кетеді. Күнекей қыз еш қорықпай, сабырлықпен орманда жүріп, құстарға жем береді, аңдарға шөп береді. Сөйтіп күн өтіп жүріпті. Күнекей қыз өте мейірімді, ақылды қыз екен. Барлық аңдар оны жақсы көріп қалады да. Күнекей қыз өте әдемі, сұлу қыз ғой, бұл орманда жүруге болмайды бұл қызды. Еліне аттандырайық деп, күнекейді мейірімділігіне, сұлулығына аңдар риза болып еліне қайтарады екен. Соны көрген Мыстан кемпірді күнекейдің ағалары халық болып Мыстан кемпірді орманға апарып адастырып жібереді. Сөйтіп күнекей қыз қайтып өзінің бауырларына, әке шешесінің қасына оралады екен. Балапандар, бұл ертегіден сендер түсіндіңдер ме? Не түсіндіңдер балапандарым? Өте сабырлы болу керек екен, қыздар? Ешкімге жаманшылық жасауға болмайды екен. Біреуге жаманшылық жасайтын болса, балапандар, өздеріне қайтып келеді сол жаманшылық. Сол үшін бірін-бірімізді жақсы көреміз, бірін-бірімізге мейірімді болайық,